Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте керемет итальяндық пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл пирогтың аты 12 қасық деп аталады. Құрамы өте қолжетімді, әр ас үй ханшайымның асханасынан табылады. Өте дәмді пирог, міндетті түрде менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен тап-таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстінен 12 қасық қантымызды салып, жақсылап миксеріміздің көмегімен әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Мінекей осындай өте әдемі биік болып көтерілгеннен соң үстінен 12 ас қасық сұйық май және 12 ас қасық сүтімізді қосып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Бір қалыпты масса болғанша. Бұл пирогтың бисквитін торт ретінде де ортасына крем жағып қолдана аласыздар. Және бетіне крем жағып немесе қоюлатылған сүт жағып әсемдеп қонақтарыңызға ұсына аласыздар. Құрамы өте қарапайым, қолжетімді, бірақ өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға ұн қопсытқышымызды қосып, жақсылап бір ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Жаңағы жұмыртқалы сұйық массамызға ұнымыздың барлығын бірден салып, лопатаның көмегімен араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, миксерлесеңіздер сұйық болып кетеді. Астыдан үстіден төменге қарай жақсылап араластырып, ешқандай іртік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Формамызды дайындап аламыз. Менде диаметрі 22-24-ге деп пісірсеңіздер болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша арасына жеміс-жидек немесе шоколад, әртүрлі нәрселер қоссаңыздар болады. Әрине бұл әркімнің қалауы бойынша. Қызып тұрған пеште, міндетті түрде қызып тұрған пешке салыңыздар, сонда пирогтарыңыз өте әдемі болып көтеріліп шығады. 30-40 минут арасында 160 градус пеште пісіріп алатын боламыз. Піскеннен соң формамыздан босатып, үстіне қаймақпен қант ұнтағын араластырып жағып шығатын боламыз. Содан соң қалауларыңыз бойынша жаңғақ немесе шоколад жақсаңыздар да болады. Бірақ бұлар міндетті емес, құр пирогтың өзін жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнамада жазылмаған болсаңыздар жазылып, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдыра отырыңыздар.